Пайғамбарымыз өлтіруге тыйым салған 5 жануар. Біріншісі хут-хут, яғни бәбісек құсы. Ол Сүлеймен пайғамбардың кезінде Саба секілді үлкен мемлекеттің исламға келуіне себепкер болған құс. Екіншісі құрбақа. Құрбақаның құрылының өзі тасбих деген, және те Ибрахим пайғамбар отқа лақтырылған кезде отты өшіруге аузымен су тасыған жануарлардың бірі. Ал үшіншісі құмырсқа. Сүлеймен пайғамбардың уақытында жаңбыр жаумай қалған кезде құмырсқа Аллах Тағаладан дұға сұрап, Аллах оның дұғасына жауап беріп, жер бетіне жаңбыр түсірген. Төртіншісі ол ара. Ара өте пайдалы жануарлардың бірі. Ол адамзаттың көптеген дерттеріне шифа болатын бал шығарып береді. Ал бесіншісі тағанақ құсы. Бұл торғайға ұқсас құс болып келеді. Адам алейхиссалам жер бетіне түскен кезде қай жерде су бар екенін адамға көрсеткен құс болып саналады. Осы міне 5 жануарды пайғамбар